Әбуге Жылқыбайдың өмірге көзқарасы, оның көп мәселелерді сүйекке сіңіп кеткен ескі салтқа жүгінбей, өзінше топшалап, жаңаша шешкендігі үлкен әсер етіп жүрді. Ол Жылқыбайды елден ерекше ақылды да жаңашыл адам деп ұғынатын еді. Бұл пікірі есейген сайын жаңғыра түспесе көмескіленіп көрген емес. Ал аспандағы қол жетпес арманындай сезініп, жан дегенде жанын беруге даяр жүрген ғашығы, Жылқыбайдың жанындай жақсы көретін жалғыз қызы Нұргүл мен отасуының өзі тек осы Жылқыбайдың парасаты мен ерекшелігінің арқасы емей немене. Оны да Әбу жақсы біледі, түсінеді. Азамат соғысы біткеннен кейін жастардың білімге, жаңа өмірге деген ынтасына жаңа қуат біткендей жалындап кетті. Ілияс үйленіп, отау тіккеннен кейін қанша айтқаның мен Әбу екеуінің арасы ептеп ыдырай бастаған еді. Бірақ Әбудің Ілиястан қол үзгісі жоқ. Нұргүл екеуі жөні келіп, көз таса бола қалса болды, ебін тауып кездесіп тұрады. Мұндайда не айтылып, не қойылып жатқанын кейде Әбу білмей қалады. Артынан түс көрген адам сияқты елтіп жүргені. Әкесі Сәрсен оңашасын тауып, анда-санда: «Балам, сен есейдің, жігіт болдың, отбасының тіршілігіне де ие болатын уақытыңның жеткелі қашан? Ендігі жерде сопайып, үйсіз-күйсіз жүре бергенің де жараса қоймас. Мына анаң да күнде бір қыңқылдап қояды. Қуатымыз таймай тұрғанда, немере сүйіп, мауқымызды бастақ деген арман да алқымнан алыңқырап жүр» деген сайын Әбудің секем алғам жүрегі шарасына сыймай дүрсілдеп, өн бойы от шарпығандай өртеніп шыға келеді. Амал не? Тіс жарып әкеге жүрек сырын айтуға шама жоқ. Жылқыбайға тең болып қатар отыру қайда деген ой алдын ториды да, тілін де қолын да байлап мөлиіп қала береді. Сезімтал әке білмесін бе? Білетін сияқты. Бір күні екеуі оңаша қалғанда Сәрсен: «Қолда тасып тұрған дүние болмаған соң, кезінде атастырып қойған адамымыз да жоқ еді. Енді елге бермей шамаңа қарап қалыңдығыңның қамын ойлағаның жөн болар» деп қалды. Бірақ түнеріп қалған баласына неге үндемейсің деп жанын қинай қойған жоқ. Жылқыбайдың алдына барып, құда болайық деуге тілі байлаулы сияқты. О заманда бұ заман қашан шынжыр балақ байға жалғыз атты кедей тең болып еді. Осы пікір Сәрсеннің де тілінде аяғына да тұсау бола берді. 27 жылдың жазында Ілиястың үйіндегі келіні арыстай ұл тапты да, Жылқыбай жайлаудың көгі көтерілісімен төгіліп шашылып дегендей шілдехана тойын берді. Жайлауда мал тойынып, жердің шалқып тұрған кезінде ойын сауық құрып жастар бір сергісе, айтыстың ат бәйгесінің қызығына малынып, ересек қауым да сол жолы бір сергіп қалды. Жылқыбай жайлауға елмен бірге көше қоймай, ұсталық тіршілігі қолына байлау, аяғына тұсау болып қыстауда отырып қалған Сәрсенге әдейілеп кісі жіберіп тойға шақырып алды. Ол ма өз үйінің қатарынан үй тіккізіп, ерекше сый құрмет көрсеткен адамдардың ортасынан Сәрсенге орын берді. «Жастайымнан сырлас, сыйлас, іргеміз бір досым едің. Бүгінгі қуанышымның құрметіне беретін ат бәйгесінің төрелігі сенің жолыңды берсін. Бәйгенің де тоғызын өзің белгіле, не тігесің елге өзің жарияла» деп көптің көзінше ерекше сенім артты. Ат бәйгесінің соңынан бек төрешіге деп ерекше атап Сәрсенге ат мінгізді. Ескінің көзі алтынның сынығындай ескі досым емес пе? Жылқыбайдың Сәрсенге көрсеткен сыйы жастарға үлгі, үлкендерге өнерге боларлықтай іс болды. Жарасып тұр десі ел. «Басыма бір киіз үй тігіп бердің деп мына Сәрсенді сонша шожаңдатқан несі? Бұл бізді қорлағаны болып жүрмесін» деушілер де шықпай қалған жоқ. Сол себепті той тараған күні Жылқыбай сонша ішке тартып, сый құрмет көрсетіп тұрғанда,
Артына қарамай көпке ілесіп үйіне кете беруді ерсілеу көрген Сәрсен, сыйға сый деген ата сөзі бар емес пе, жиылған жұрттың аяғының шаңып бастырып бірақ қайтайын деп ойлады да тойдың тарауын күтіп бірер күн жайлауда қалып қойды. Жиылған халайық әбден қош айтысқаннан кейін Жылқыбай қуанышына қызмет көрсеткен жігіттерін бір үйге, туған туыстарын бір үйге, тізгіндерін іріккен құда жекжаттарын өзінің үйіне бөлек шақырып, әдейілеп мал сойып, әрқайсысын жолын беріп, рахметін айтты. Өз адамым дегендердің ішінде әрине Сәрсенде болды. Мұндайда бас қосқандарын бекер отырмай, неше алуан әңгіменің басын шалып өтетін әдет емес пе? Жылқыбайдың жақындары Сәрсеннің жолы бөлек деген жылы ықыласын да білдірмей қойған жоқ. Сәрсен ішінен бұл абыройға тәубесін айтып отырды. Сол жолы Жылқыбай Сәрсенмен қош айтсарда қалт еткен оңашасын тауып, балаларға деген жақындық пиғылын да білдіріп қалған еді. Сәрсен, саған Құдай берген адамыңсың десе, еш артықшылығы болмас. Баяғыда Төле би, мал байлық па, ақыл байлық па? Мен өз басым 1000 бас малдың орнына бір ақылды сөз алған болар едім деген екен. Саған мен айтпағанда кім айтады? Сенің осы малыңның кемдігі, ар тұтатын қылығың маған жақпайды. Бүткіл өне бойыңа өнер дарытқан Алладан тағы шірген байлық сұрау қанағаты жоқ пенделік болмай ма? Анау алтындай әбуіңнің әлі күнге дейін аяғын ұстап қойғаның ұятақ болып жүр. Сендей қаралығынан даналығы асып тұрған адаммен құда болу білген адамға бақыт емес пе? Қалың малда не тұр? Сайып келгенде жүрегін жарып, туып буыны босап тұрып, өпкен баласын малға балап, қызының басын саудаға салған адамда не қасиет бар ғой дейсің. Оның үстіне мынандай әділ заман туып тұрғанда, қораның бос бұрышының жалтақтап не жасқанатыны бар. Кедейлік кемдік емес, сараңдық кемдік деп ата-бабамыз бекер айтты ғой дейсің бе? Ендігі шілдехана сенің үйіңнен шығатын болсын. Міне, менің саған айтар тілегім осы. Соның қамын ойла. Сендей адамдарды несібесі Құдайдан, қаражаты елден демеуші ме еді? Ел болып бір тойыңа жарармыз, деді ол жадырай сөйлеп, жайыла түсіп. Жылқыбайдың мына сөзі бір жағынан жүрегінің жарасын тырнағандай болғанымен, өзімсініп сөйлеген соң Сәрсен не дерін білмей қалған түр танытты. Сайып келгенде, ол өзінің күнде көз алдында тұрған көкейкесті ойындағысын ортаға салып тұрған жоқ па? Оған шамданатын несі бар деп те ойлайды. Жылқыбайдың сөзінің төркінін өзінше жақсылыққа да жормай қойған жоқ. Кедейлікте не тұр ғой дейсің? Қолда жоққа арланғанымен кім малын алдына айдап әкеп бере қояды? Әңгіменің төркіні балада жатқан жоқ па? Жүрегін сыздатып жүрген бір сыры бар болса керек. Ол кім еді деп сұрауға жас неменеге дәтім батпай, тілім байлаңқырап жүрген жайым бар. Өзі тіс жарып айта қоймаған соң, кешеуілдеп жүргенім де аманшылық болса бір жөні болып қалар. Адал тілегіңе жақа 1000 рахмет, деді Сәрсен. Бұл оның Жылқыбайдың сөзіне сай құрық тастағаны еді. Бопты әйтеуір, аман болсыншы, отау отынының бір жөні болар, деді Жылқыбай ақпейіл таныта сөйлеп, Сәрсеннің сөзінің төркінін түсінгендей белгі беріп. Сәрсен үйіне тойға алдын ала барып, жастармен бірге қызмет көрсеткен әбуімен бірге қайтты. Баласына астарлай сөйлеп, Жылқыбайдың аузының жаман емес екендігін түсіндірді. Күзге қарай құда түсіп көремін деген ойын ортаға салды. Міне, сол игі әңгіменің аяғы келер жылы жазда тоймен аяқталды. Әрине, бұл қуаныштың жібінің негізі ұшы өжет мінез Нұргүлдің қолында болғаны әбу біледі де жақсы түсінеді. Бірақ ол кезде қызға әке билігінің үстем заманы еді ғой. Жылқыбай жоқ деп қатып отырып алса, 2 жас қайтер еді. Жүректері өртеніп қала бермесіне кім куә?
Жылқыбайдың осы жолғы ұрпаққа деген адал ниеті, ой өрісінің кеңдігі әбуге үлкен әсер етті. Ескі салттың кісенін үзіп лақтырып тастау, елдің мұндайда бықсып шыға келетін өсек аяңын іш жимай шешім қабылдау оңай дейсің бе? Мұндайда арына тиіп, жебіріне жететін бұралқы көлденең сөздің күшті болатыны белгілі жай ғой. Осыны ойлағанда әбу аңсаған арманына қол жеткізген әкеге деген рахмет сезімі бойын билеп, іші езіліп-ақ жүреді. Бұдан былай оған құл болуға даяр сезімге бөленген жаны Жылқыбай дегенде адал болам деп ант ішуге даяр-ақ. Жылқыбайды әбу сол себепті өз әкесінен кем көрмеуші еді. Бұдан кейінгі әбуді таңдай қақтырып таң қалдырған жай, ол Жылқыбайдың ел аман жұрт тыныш дегендей заманда барлық 4 түлік малын бір күнде өзі айдап апарып, өкіметке қолынан санап өткізіп беріп, тақыр кедейлердің қатарына қосылып шыға келгені болды. Бұл Нұргүлдің аяғы ауырлап, әбудің жалтақтап алысқа шыға алмай жүрген кез еді. Оның үстіне Сәрсенге бір сары ауыр жабысып, айналдырды да алды. Жанындай жақсы көретін әкесінің еті тайып, көздері сап-сары болып сарғайып, күннен күнге қуаты кеміп тұрған кезде атқа мініп желіккендей болғаны өзіне ерсі көрді. Сол себепті Жылқыбайдың малын айдасуға мауқы да тартпады. Жылқыбайдың ауылы жер ашылысымен көк қуалап, көктеуіне көшіп кеткен еді. Бір күні ертелетіп, қасында Ілияс бар Жылқыбай ауру бағып қыстауда отырып қалған үйге күтпеген жерден жетіп келді. Құдай қосқан құдам, жаным, сүйген досым едің, Сәке, сенің көңіліңді сұрап, халыңды өз көзімен көріп қайтайын деп, күннің сәулесін пана етіп, әдейі жолға шыққан бетім еді. Ауру жазылар, жоқ табылар деген бар емес пе? Аллам жар болып әлі-ақ басыңды көтеріп қаларсың. Ауруға мұңаймас болар. Бойыңды сергек ұстасаң, ауруға шипа, айналаңа сүйеу болады ғой. Осы ой бастап, көңілімді білдіре әдейі іздеп келіп отырмын, деді. Жылқыбай көңілін сұрай келген сыйлы адамын көргенде ептеп босаған Сәрсенге. Ауру адамның көңілін сұрау деген адамгершіліктен туған, ежелден келе жатқан жақсы салттың бірден бірі ғой. Жылқыбайдың әдейілеп іздеп келіп, әкесінің көңілін сұрағанына әбудің риза болып кеткен сонша, тіпті қу жаны қуырдақ болып арсалаңдады да қалды. Соңғы кезде сирегірек кездесіп жүрген әкесіне ілесе келген Ілияс та көзіне өте ыстық көрініп барады. Жылқыбайлар асықпай отырып түстенді. Күн ауғанда барып Жылқыбай: Сәрсеке, шаршаңқырап жүргенде біразырақ мазаңды алдық. Аяғымыз жеңіл болсын, тезірек айығып кет, деп жылы лебізін айтып, орнынан тұра бергенде рахметін білдіргісі келген Сәрсен: Әбу балам, сен мына атаңды жолға шығарып сал, дей беріп еді. Жылқыбай қызының бетін сүйіп барып Сәрсеннің сөзін құптап шыға келді. Сөйт балам, сенің белің жазылсын, менің көңілім тасысын. Сонда барып Әбу Жылқыбайдың айтар сөзі бар екен-ау деген ойға келді. Көктемнің шайдай ашық күні қандай рахат, құлпырып тұрған әтір иісті дала бақыттың ұясындай әсер етті. Әуеге іліп қойғандай, қанатын дірілдете қағып қалқып тұрып, ән салған боз торғайдың үнінің өзі жанға шипа болып сезілетін уақыт қой бұл кез. Жылқыбай жастардың жеңіл-желпі қалжың сөздеріне кедергі болмайын дегендей пішін білдіріп, ұлы мен күйеу баласынан озыңқырап, оқшалау кетіп барады. Оның бір терең ойға шомып бара жатқанын Әбу де, Ілияс та байқап келеді. Бір сәтте ол атының басын тартып, жастарға жақынырақ келіңдер дегендей рең көрсетті. Сен екеуіңе оңашада айтайын деп жүрген бір сөзім бар еді, жақынырақ жүріңдерші, деді ол бәсең үнмен. Әкесінің үнінен оның ой төркінінің алыста жатқанын Ілияс та, Әбу де бірден байқады. Мына үкімет ең алдымен көптің үкіметі болып тұрған жоқ па? Босағасы бекіп, бойыңа күшейіне түскен сайын, бұл үкімет қолына алған мақсатын еселі қуатпен іске асыратын шығар деп ойлаймын.
Сол себепті сендерге кездердің бір кезінде пәлем тиіп кетіп жүрмесін деген ой торлап жүр мені. Сол ойдың жетегіне ілесіп бір шешімге келіп едім. Соны айтып ақылдасайын дегенім ғой. Ол сөзін үзіп жіберді. Екі жас жігіт Жылқыбайдың атақты ұзын торысын ортаға алып үнсіз қатар жүріп келеді. Ат тұяғының астынан жусан иісі аңқып бойды ертіп барады. Күн ұясына еңкейген сайын шарасы үлкейіп қызара бөртіп көз тартады. Біраз жерге барғаннан соң терең күрсініп алды да Жылқыбай нық сөйлеп ойын жалғады. Мына мен жиған көп малды қайтесіңдер? Мал тамақ болғаны болмаса, кімге мият болған? Кімнен қалмаған бұл дүние? Замандарың жаңғырып тұрғанда орынсыз байлықтың зияны болмаса, тиер пайдасы көп бола қоймас деген пікірге келіп жүрмін. Осы малды өз қолыммен үкіметке өткізіп беріп, заман тыныш тұрғанда кедей шаруаның қатарынан орын тепсек болатын шығар деген пікірім мазамды алып жүргені. Мен білсем, бұл мал ендігі жерде сендерге де, басқаға да жақсыл әкеп бере қоймайтын шығар. Онан да абыройым алдымда тұрғанда, осы малды өзім айдап апарып, үкіметтің қолына табыс етсем, тиімді болатын шығар деп ойлаймын. Осы жасқа келгенде, енді маған артық дүниенің керегі не? Төрімнен көрім жақын болған уақытта, менің малдан не алам? Мал менен не алады ғой дейсің? Әйтеуір, сендерге амандық берсін. Ал балаға әкенің ақылы болмаса, мал байлығы қонбайды деген сөз рас болса керек. Тірі болсаңдар, Алла тағалам пенде деп жаратқан соң, сендерді несібесіз қалдыра қоймас. Көппен бірге күн көресіңдер де, әйтеуір өмірлерің ұзақ болсын. Менің ендігі бар тілегім де, қамым да осы ғана болсын. Міне, осы пікірімді орталарыңа салып ақылдаспақ едім. Бүгін жолы түсіп тұрғандай болған соң, жол үстінде әдейі ырым етіп айтып келем. Тізгіндері босаған аттары бірін-бірі сүйеу көргендей шаужайласа жеңіл ғана шұлғи басып келеді. Мына сөз ойласа ойға кірмек түгіл, ұйықтаса түске кіре қоймайтын әңгіме болды. Әбу не дерін білмей, түс көрген кісідей мең-зең болып кетті. Ол төмен қарап, екі көзін аттың тұяғының ұшына қадап үнсіз қалды. Аздан соң Ілияс не дер екен деген ой бойына өрбеп, ептеп басын көтеріп еді, құдды жердің бетіне жаңа шығып, айналаны аңқытып тұрған жусан иісіне елтіп келе жатқандай адамдай ол да маужырап келеді екен. Мен де не тұр ғой дейсің деген ойға кетті Әбу. Сайып келгенде қанша жақынмын дегенмен менің атым күйеубала емес пе? Әрине, Ілиястың жөні бір басқа. Не де болса жауабын өз баласынан естігені дұрыс болар. Өзіңіз біліңіз, деді ол нық сөйлеп. Мен бәрібір мал ұстап, ешкімді жарытатын адам емеспін ғой. Я, мал кімді пейішке жетелеп апарады ғой дейсің. Сайып келгенде, дүние деген қызығы мол ойын сияқты. Пенделіктің ісі ғой, алдарынан өткенім еді. Онда мына Әбу ауыр адамды қалдырып, алыстап кеткені дұрыс бола қоймас, үйіне қайтсын. Ал сен, Ілияс, ертең менімен аудан орталығына жүр. Ел иелеріне жолығып, малды өткізіп ал деп арыз жазып алдарынан өтелік. Олар бір жөнін сілтейтін шығар. Қанша кәмөнеспін деп кедейдің сөзін сөйлегенмен алдынан шыққан бекер байлықтан қаша қояр дейсің бе? Жол үстінде әңгімені сонымен тәмам болды. Жылқыбай аудан орталығына барып келгеннен соң, іле-шала малшыларына еңбек ақын деп аузынан шығып сұрағанның бәрін беріп, асыл тұқымды аттардың біразын жекжат жұраттарына атап-атап таратып, қалған малын өзі айдатып барды да қолынан үкіметке санап өткізіп берді. Үкімет орындарынан малын өз еркімен санап өткізіп берді деген куәлік қағазын алды. Жаман айтпай жақсы жоқ деген. Ертеңгі күнгі біреу болмаса біреу малын қайда десе, үкіметке өз еркімен өткізіп бердім дегенме керек болар деп мал санағының басы қасында өзі жүрді. Әбу бұл күндері үйден шыға да алған жоқ. Малын санап өткізіп болған күні Жылқыбай жақындарын жинап, дән тәтісіп отырғанда қысқаша ғана:
Ендігі қалған өмірімді ел тыныштығы мен балалардың амандығын тілеуге паш етпекпін. Бұдан былай жер бетінің тірлігіне араластырып, менің мазамды алмассыңдар, деді де әңгімені тамамдады. Естір құлаққа жеңіл тигенмен, мына әңгіме көптің көңілін кәдімгідей толқытып жіберді. Жылқыбайдың осы бір құлақ естімеген ісі жайлы ел арасында неше алуан сөз жайылып шыға келді. Жылқыбайдың есінен адасып ауырыпты деушілер де болмай қалған жоқ. Малына қарай қоймаған соң балаларына өкпелепті дегенде әңгіме жүріп жатты. Дегенмен өлер алдында аузына тәубесі түсіпті деген әңгіме көбірек сөз болып жатты. Сәрсен бұл әңгімені естігенде таң қалған адамның түрін көрсете қойған жоқ. Артынан 2 жылға жетер жетпес уақыт өтер өтпестен байды кәмпескелеу туралы әңгіме бой көтеріп, малы барлар зар жылап жатқанда барып, Әбу Жылқыбайдың көрегендік жасап, кесепаттың алдын алғанын бірақ түсінді де, оның өмірге терең көз жібере білген ақыл мен зеректілігіне бұрынғысынан ары таң қалып, бойына ерекше бір бас июшілік сезім өрбіді. Осындай болжампаз, көреген адаммен жақын болғанына өзі бақытты сезінді. Кейінірек байларды жер аударып болып қалған кезде Жылқыбайды да жер аудару керек деген дөбір шыққанда, бұл істі Әбу нағыз барып тұрған әділетсіздіктің өзі деп танып, наразылық сезімімен қабыл алды. Байлардың малын алып, өздерін жер аудару туралы шешім кедейлердің жиналысының талқысына салынып барып қабылданды да, артынан аудан басшылары сол шешімді құптап қаулы шығарған еді ғой. Егер кедейлердің жиналысы кейбір байларға байланысты жеңіл шешім қабылдады деген аудан басшыларына пікір туса, онда ол қаулы бұзылып, қайтадан жиын шақырылып, кедейлерге түсінік жүргізіп ақыры байдың жазасын бермей қоймайтынды. Сол тәсілге жүгініп, Жылқыбайдың мәселесі де алғаш кедейлердің талқысына салынды. Көптің ортасына түскен Жылқыбай: менің заманында бай болғаным рас, ол бәріңе аян жай. Бірақ қазіргі кезде менде сендер сияқты кедейлердің бірімін. Малымды шашып төккенім де жоқ. Бар жиған тергенімді өз еркімен үкіметтің алдына өзім айдап апарып, халықтың пайдасына өткізіп бергенімді бәрің білесің. Сөйтіп тұрғанда не деп жер аударам дейсіңдер? Өлтірсеңдер де әділеттіліктен таймай дұрыс үкім шығарыңдар, деп отырып алды. Алғаш кедейлердің бір сыпырасы: расау, Жылқыбайдың үкіметке малын өзі өткізіп бергені әділ де шындық қой, қай малының артынан жер айдамақпыз, деген пікірлерін айтып жатты. Кедейлердің бәрі тағы бір тобы: бұл Жылқыбайдың малын үкіметке де, баққан кедейлерге де қулықпен әдейі таратып жіберді ғой. Жайылған малын бергенмен жинаған байлығын берген жоқ. Алтын күміс сияқты асыл заттарын тығып басып қалды. Егер Жылқыбай шын ниетімен совет үкіметін алдына адал екен өткізсін, сол көзден тасалап қойған дүниелерін. Үйтпейді екен, жер аударыл тиіс, деп шулап шыға келді. Жиылған жұрт екіге бөлініп, алғашқы жиналыс созылып кетті. Кедейлер уласып, шуласып, айтыс-тартыс болып, бірінші күн шешімге келе алмай, ертесіне мал өріске кеткеннен кейін қайта жиналды. Ақыр аяғында 2 күнге созылған таластан соң жер аударылсын деушілер жағы басыбырақ түсті де шешім қабылданды. 2 күн бойы Әбумен қатар тізе қағысып, өн шығармай барлық әңгімені тыңдап отырған Ілияс та қаулы қабылданатын болғанын түсінгенде барып қол көтеріп сөз сұрап еді. Сөйлесін, деді жиналысты басқарып отырған белсенділердің бірі Мейірбек. Тыңдалық, жыланның жұмыртқасының да үнін не деп ысылдар екен, мүмкін әкесінің тыққан дүниесін алып берер? Ілияс көз жанарын отын шашып Мейірбектің бетіне бір қарап алды да орнынан тұрды. Бірақ онымен салғаласып бұралқы сөзге келе қойған жоқ. Ол: совет үкіметі әділдіктің үкіметі екені көпке аян жай ғой. Әділетсіз үкімет патша үкіметі болатын. Сондықтан әкемді өлерінің алдында бұрын бай болғансың деп қаңғыртасыңдар. Ол совет үкіметінің адамының сөзі болмай шығады деп ойлаймын.
Тыққан дүниесі болса тінтіп қараңдар. Балаларының, ұл қыздардың үйін түгел тінтіңдер. Ел емеспіз бе? Тыққандарын біреу болмаса біреуін көрген шығар, естіген шығар. Сұрастырыңдар. Бірақ мәселені әділеттікке жүгініп шешулеріңді өтінемін. Жылқыбайдың баласының бірі мен боламын. Мен де сендер сияқты ірілі уақты үкіметтің тапсырмасын орындап жүрген жоқпын ба? Әкем ешқашан ешқайсысын ала жібіңді аттап көрген жоқ еді ғой. Ол жай бәріңе де аян. Жасы 70-ке бет алған адамды не табам деп жер аудармақшысыңдар. Асарын асады, жасарын жасады дегендей, бұл күнде әкем есік ашып сыртқа шыққаны болмаса, отбасынан шықпайды ғой. Кімнің жері тарылып барады? Ең болмаса сүйегі ата-бабасының қасында қалсын деген деп неге ойламайсыңдар? Жалға ұстаған малшылары мен қызметкерлерін ақысын түгелмен риза етіп қолдарына ұстатқан жоқ па еді? Оны неге естеріңе алып есептемейсіңдер, халайық, деді ол толқып тұрып. Алғаш жиналыста отырғандардың қатары Ілиястың мына сөзіне қобалжып қалғандай болып еді, бірақ бұл көріністі Мейірбектің жауабы су сепкендей басып жіберді. Ілияс, сенің бұл сөзіңнің жауабын мен берейін, деді ол отырған орнынан тұрып. Осында жиналған кедейлердің ішінде сенің әкеңнің малын менен көп баққаны жоқ шығар. Заманында Жылқыбайды адал да әділ бай деп мақтап жүрген малайының бірі мен болатынмын. Соңғы кезге дейін солай деп есептеп жүргенім рас. Сөйтсем, бұл әкеңнің істеп жүрген адам баласын қанаудың ең ауыр түрі екен. Оны енді ғана Совет үкіметі көзімді ашқанда барып, көріп біліп тұрмын. Әкеңнің малайларына істеп жақсылығы жақсы атты жемдеп, баптап мінген мен сияқты есептен туған іс екен ғой. Оны енді түсінген жоқпыз ба? Мен бұл шындық жайды партия көзімді ашып, қолыма билік бергенде барып түсіндім. Иә, сенің әкеңнің маған мына бағып жүрген бір қора қойыңды еңбек ақым деп өзің ал деп алда риза бол. Осымен өткен кеткенің болса, өкпе сақтамай кеш дегені де рас болған әңгіме. Менің оған рахмет айтқаным рас еді. Бірақ ол мал, мен болмаса мен сияқты бір сорлының маңдай тереді ғой. Мақұлақ болсын, менің еңбек ақымды төледі делік. Ал менен бұрын қанағандары мен тоғанағандардың еңбек ақысын кім төлейді? Менің ағам Әукен Жылқыбайдың жылқысын бағып жүріп, қатты суықта сол жылқының артында жүріп, аттан құлап үсіп өлді. Оның құны мен еңбек ақысы қайда? Міне, бұл бір дерлік. Енді екіншісін айтайын. Сен, Ілияс, әкем малым үкіметке өз еркімен өткізіп берген дейсің. Егер әкең шын бергіш болса, бұрын қайда жүреді? Жоқ, сенің әкең малын өз еркімен бере салған жоқ. Қулығын асырып, бәрі бұл малға ие бола алмайтына көзі басқадан бұрын жеткен соң, ақыры бұйырмайтын малын алдына салып айдап әкеп беруге мәжбүр болды. Жылқыбай малын таратып жатыр деген күні-ақ мен мына отырған кедей жолдастарыма айтқанмын, байлардың тұқымы құритын күн жақындап қалған екен деп. Өйткені Жылқыбай өне бойы есепке толы адам. Ол қудың қуы, оның басқа байлардан ерекшелігі сол ғана. Ал кедейді тонаса да, қанаса да, байдың байы сенің әкеңнің артып түсе алмасау. Басқа бай бір жеп жүргенде, сенің әкең екі жеп жүрге жоқ па еді? Егер шынымен адал адам болғысы келсе, анау тығып қойған алтындары мен күмістерін әкеп өткізсін қазынаға. Үйтпейді екен, жер аударылғаны аударылған. Міне, біздің сенің сөзіңе берер жауабымыз осылай болмақ. Мынау бір қызыл жақ сөзшең, тілмәр неме екен-ау өзі, сөзін қарай гөр түйдектеліп шығуы деп ойлады Әбу. Ол Мейірбекті сыртынан білгені болмаса, араласқан адамы емес еді. Әйтеуір, Совет үкіметі орнағалы кедейлерді соңынан ертіп дүниені судай сапырып жүр деп еститінді. Бағанадан бері бір тізілеп отырған Әбу орнынан тұрды. Тұтылған күндей түнеріп, Жылқыбай ғана былқ етпей отыра берді. Бұлардың салғылсып бара жатқанын жақтырмаған түрі білдіріп, Жылқыбайдың бәйге аттарын бағатын жалшысы Жонбай: Ей Мейірбек,
Сен Жәкеңнің басын сыйламасаң да жасын сыйла. Орынсыз уәпілдеп бергенде не табам ғой дейсің? Түк көрмеген қара сауатыңмен елге көсем болам ғой дейсің бе? Қойсаңшы, деп еді. Мейірбек тіпті қызып кетті. Сен-ақ Жәкеңнің маңдайын сипап жүріп күніңді көр. Біз енді ондай жан бағыстан қанған жанбыз, дей салды. Әбуге Мейірбектің ісі де, сөзі де ақылдан тайған адамның қылығы сияқты көрініп тұрғанымен, ол іштен тынып, бас көтеріп ләм деп дауыс сөзге қатынаса қойған жоқ. Осы ақмақпен ырылдасқанда не шығады ғой дейсің? Жоғары жақтың тапсырмасын орындап, ырылдап отырған немеде де не қасиет болсын, деп те ойлады. Ол кезде ауылдық жерде түрме деген сөзді естігені болмаса, көрген адам жоқтың қасы еді. Ауылдық жерден түрме не алсын? Жылқыбайды жиналыстан соң Мейірбек өзі айдап апарып, бір қараша үйге қамап қойды да, ертесіне ертелетіп, ойнақшып тұрған қос ат жеккен жеңіл арбасына мінгізіп, аудан орталығына айдады. Бала шағасы, жақындары шулап, жылап-сықтап, Жылқыбайды жолға шығарып салды. Жылқыбайды жер аударған көруге келген әуес қойлар да аз болмады. Бала шағаның опыр-топыры көз алдына. Бұрын жер айдауды көрмек түгіл естімеген қарапайым көпшілікке бұл көрініс ауыр тиді. Жиналған топ ортасында алар малын алған соң, бейшараны қайда апарып қаңғытады, оны жер аударғанда не таппақ деген сөздер жиі-жиі айтылып жүрді. Дұрыс бопты деген сөз ешкімнің аузынан шыға қойған жоқ. Әбудің тағы бір таң қалғаны. Сол күнгі Нұргүл топырлап жиналған ел жылап-сықтап жатқанда, көзіне көңіл үшін болса да жас алып қойған жоқ. Түрі бозарып, қанын ішіне тартып, тырп етпестен бір орында қатып қалғандай тұрды да қойды. Арбаға мінерде әкесі маңдайынан сүйіп қоштасқанда да Нұргүл былқ ете қоймады. Әбудің көзіне тек жарының бетіндегі секпілі қоюлана түскендей көрінді. Ілияс та у-шу болып жатқан елдің сыртынан қарап, безеріп қатты да қалды. Қасында тұрған Әбуді көрмеген кісі сияқты тілдесуге де жоқ. Әбудің де тілі байланып, оған еш нәрсе дей алмай тұр. Осы Жылқыбайдың жер аударуына бейне бір өзі кінәлі адам сияқты мұңайды да қала берді. Әкесі жиналған жұртқа қош айтысып, арбасына отырғанда барып, Ілияс шылбыры қолында тұрған ерттеулі атына мінді. Мен де шығарып салайын дегендей түр білдіріп, Әбу атына қарай бет алғанда Ілияс: сен тұра шауып елдің көзіне түспей-ақ қой. Мен озып барып, аудан басшыларының алдынан өтіп көрейін. Өлерінің шағында оны жер аударып, елден бездіргенде үкіметіне пайда табады ғой дейсің. Ал болмай бара жатса, ең болмаса өлігім болса да алып келуге тырысамын. Сен, бауырым, әзірше бұл іске араласпай-ақ қой, деді. Үні өте салмақты, құлаққа зілді тиді. Бірақ үйге келгеннен кейін бойындағы қуатты күннен күнге тайып, әлсіреп жатқан әкесі: балам, сенің бүгін бұлай үйде отырып қалғаның жөн болмас. Жақынның қасиеті бір жақсылықта, бір жамандықта деген аталы сөз бар. Келіннің ділі мықты екен, дұшпанның алдында көз жасын көрсеткісі келмегенде. Үйге келгеннен кейін ағыл-тегіл болып еңіреп жылап алды. Құданың қабағы келіннің көңілі үшін болса да, орталыққа сенде бар. Жәкеңмен қоштасып қалғаның дұрыс болар. Мүсәпір болып басына күн түсіп тұрғанда, жөнді қош айтысуға жарамай қалғандай болғанымыз адамгершілікке де, туыстыққа да жата қоймас, деді ыңырсып сөйлеп. Өзім-ақ барар едім, менің жайы мынау, күн санап жатырмын. Сусынын іше салып, Әбу күрең қасқаға қонды. Сол мінгеннен бұлар аттарына мол мінетін ойлаған жоқ еді. Есейгеннің жолы елу деген мақалдың мазмұнын Әбу кейінірек барып терең ұғынды. Тынығып, жер тартып тұрған аты ала жөнелгенде, Әбу бүгіннен бастап жанының да, тәнінің де тыныштығын алатын ауыр жолға түскенін сезгенде жоқ. Алдындағы өмір жолының бұлың-бұлың бұрылыстарын аңғару кімге болса да оңай түскен бе?